Жолбарыс жердегі ең үлкен және қауіпті жыртқыштардың бірі. Онымен жабайы табиғатта ешкім кездескісі келмейді. Бірақ бұл жануар бүкіл ауылдарды қорқынышта ұстап, адамдарды жұмыс істетпей, тіпті үйлерінен шығармай қойғанын елестете аласыз ба? Адамзат тарихы жыртқыштардың адамдарға шабуыл жасауының көптеген оқиғаларын біледі. Кейде жануарлар өзін, көлдерін немесе территориясын қорғай отырып, адамға шабуылдаса, кейде адам аң аулау объектісіне, яғни ықтимал олжаға айналады. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бейнероликтарды қолдап, пікір жазсаңыз, алғысым шексіз. Қазақша арнаның дамуы үшін лүпіл басып таныстарыңызға таратыңыздар. Барлықтарыңызға жақсы қаралым тілеймін. 20 ғасырдың басында Гималайға жақын орналасқан Непал аймағын ең әйгілі және қаншер адам жегіш жануар қорқытты. Джунглиде ерлер, әйелдер және балалар жоғала бастады. Шабуылдардың жиі және қатыгез болғаны сонша, жергілікті тұрғындар жындар мен құдайлардың жазасы туралы айта бастады. Бірақ бұған кінәлі бенгал жолбарысы болды. Дүниеде төгілген қанның мөлшері бойынша онымен тең келер жануар жоқ. Бірнеше жыл ішінде ол 436-тан астам адамды өлтіргенін өлтіріп, жегенін жеді. Бірақ жолбарыстың бұл жолға түсуіне не себеп болды? Жануар деген адамнан, оның қаруынан қорқуы керек қой. Иә, қорқуы керек, бірақ чампават жолбарысы емес. Барлығы 20 ғасырдың басында Непал ормандарының бірінде басталды. Нақты қай жерде екенін ешкім білмейді. Сол жердегі жолбарыстардың жанұясында қарапайым, басқаларынан ешқандай айырмашылығы жоқ аналық мәулен дүниеге келді. Ол өзінің барлық туыстары сияқты өсіп дамыды, секірді, жүгірді, ойнады және әдеттегі жемін аулады. Бірақ бір күні оның тағдырын түбегейлі өзгерткен оқиға болды. Аң аулауға шыққан аңшылар осы жолбарысты атып, дұрыс тигізе алмай, оқ оның жоғарғы және төменгі азу тістерін сындырған дейді. Мұндай жарақаттан соң чампават жолбарысы жемтігін алқымнан алып тұншықтырса да, тісінен құрбаны сытылып шығып кетіп қашып отырған. Демек, ол жиі тамақсыз аш қалып отырды. Ол да басқалар сияқты ары қарай өмір сүргісі келді. Енді қарны әбден ашқан, әрі ашулы ол, оңай олжа іздеп, сол жердегі аудандарды аралай бастайды. Оның ізденісі сәтті аяқталды. Ол адамды кездестірді. Бұл кездесудің нақты қай жерде өткені белгісіз, бірақ оның нәтижесі белгілі. Осылайша қанға шөл қанбаған чампават жолбарысы адам аулау үшін жаңа жерлер іздей бастайды. Айта кету керек, ол бастапқыда өзінің шабуыл стратегиясын өте мұқият әзірледі. Жолбарыс көп адам жүрсе шабуыл жасамады. Және жалғыз жүрген адам көрсе, тығылып отырып, тұтқиылдан секіріп, джунглидің ішіне алып кетіп отырды. Бірақ уақыт өте келе ол, адам оған лайықты қарсылық көрсете алмайтынын түсінді. Осылайша оның аңшылық әдістері ашық бола бастады. Енді ол бұрынғыдай тығылмай, алдынан кездескен адамның бәрін өлтіріп, орманға алып кетіп отырды. Неғұрлым көп адамды өлтірген сайын, оның шабуылдары да соғұрлым қатыгез және жиі бола бастады. Болжам бойынша, Непалдың 200-ге жуық тұрғыны оның өткір тістері мен тырнағынан өлген. Мұндай қайғылы жағдай жоғарғы жақтағы билікті іске кірісуге мәжбүр етті. Олар аңды ұстау үшін әскер жіберді. Бірақ жіберген әскері тапсырманы орындай алмады. Олардың жалғыз істегені оны өз елінен Үндістанға қуып жіберу ғана болатын. Дегенімен, туған жерінен қуылған чампават жолбарысы тандысын тастаған жоқ. Ол артында адам мәйіттерін қалдырып, бір жерден екінші жерге көшіп жүрді. Жолбарыстың зұлымдықтарының көпшілігі Кумаон деп аталатын аймақта болды. Шамасы жолбарыс дәл осы жерде тұруды шешті. Айта кету керек, чампават жолбарысы өз аумағын қатты зерттеді. Соның арқасында оны өлтіруге тырысқан барлық әрекеттер сәтсіз аяқталып отырды. Жергілікті тұрғындардың бұл аңнан қатты қорыққаны өте маңызды болды. Олар оның бойында қара рух бар, яғни оны қарапайым қарумен өлтіруге болмайды деп есептеді. Сондықтан адамдардың қолынан келгені жасырыну немесе қашу ғана болды. Дәл осы мінез-құлық бірнеше жыл ішінде жолбарысқа 210-ға жуық адамды өлтіруге мүмкіндік берді. Сол жылдардағы деректерге қарағанда, құбыжық ауыл-ауылды аралап келе жатқан үрейлі ақырған даусымен хабарлап отырған. Жолбарыс жасырынбай бір топ адамдармен кездесуден де қашпады. Өзі қалаған олжаны бас салып, жегенін жеп, содан кейін ол беймарал джунглиге оралып отырды. Бірақ мұның бәрі бір сәтте күрт өзгерді. Үндістандағы бұл жолбарысты бір ғана адам аулай алды. Ол полковник Джеймс Корбет болатын. Корбет адам жейтін жануарлардың аңшысы ретінде танымал болатын. Өзі ирландық жігіт еді. Өкімет Корбеттен чампават жолбарысын аулауды сұрағанда, ол екі шарт қойды. Біріншіден, өкімет марапаттарының бәрін алып тастау керек. Екіншіден, барлық басқа аңшыларды үйлеріне қайтару керек. Ол өзін ақша мен марапаттың артында жүрген адам ретінде танытқысы келмеді. Билік еш ойланбастан оның шарттарына тез келісіп, жолбарысты аулау осылайша басталды.
Корбет бірнеше көмекшілерімен бірге Чампават ауылына келді. Полковник ауылға келгенде барлық тұрғындардың үйлерінен шықпай отырғанын көрді. 5 күн бойы далаға шығуға ешкімнің батылы жетпеді. Корбет бірінші түні көшеде өткізіп, жолбарыстың жолын бақылауға тырысты. Дегенімен, полковникті бұталардың арасында біреу бақылап тұр деген қорқынышта мазалады. Джеймс былай деп жазды: түнгі жел бұтақтарды қозғап, көлеңкелерді жылжытқанда, мен бірнеше жолбарыстың маған жақындап келе жатқанын көрдім. Және осында адам жегіштің алдында тұрғаныма қатты өкіндім. Ауылға қайтып, өзіме жүктелген тапсырманы орындауға қорқатынымды мойындауға батылым жетпеді. Қорқыныштан ба, суықтан ба, тісімді шымырлатып, түнде ұзақ отырдым. Корбет таңертең ауылға оралғанда, ауыл тұрғындары оның тірі екенін көріп қатты таңғалды. Мұндай батырлықты көрген тұрғындар үйлерінде отыра алмай, полковниктен ауыл адамдары бидай орып жатқан кезде сол маңды аңдып күзетуін өтінді. Әйтпесе жолбарыс жаңа шабуыл жасап, тағы да бақытсыз жағдай орын алуы мүмкін еді. Егін ору жоспар бойынша өтті. Корбеттің өзі жалғыз жолбарыс іздеуге әлі батылы жетпеді. Бірақ ол жергілікті тұрғындар оған жолбарыс болуы мүмкін аймақты көрсете алатынын білді. Десе де, біраз уақыттан кейін полковник қорқынышын басып, ауыл адамдарынан соңғы шабуыл болған жерге апаруын өтінді. Жануардың іздерін тексергеннен кейін, ол жолбарыстың аналық екенін анықтады. Одан әрі тексеру, жәбірленуші отынға ағаш бұтақтарды жинап жүргенде, жолбарыс кенеттен оның аяғынан бас салып ұстап алған туралы ақпарат берді. Содан кейін ол кеңірдегінен алып, орманға сүйреп алып кеткен. Кейін Корбет қалдық сүйектерді де тапты. Оны жерлеу үшін матаға орап қойды. Киімдері де табылды. 3 күн бойы Корбет жүнгілді аралады. Бірақ жолбарыстың ізін таппай, Чампаватқа қайтады. Ол ауылға келгенше жолбарысты көрген 30-дан астам адамды кездестірді. Саяхат кезінде ол шабуылдар туралы көптеген әңгімелер естіді. Дәл осы әңгімелердің бірінде жасөспірім қызға жолбарыстың жаңа шабуыл туралы хабарды күтпеген жерден алады. Оқиғаның орнына асығып бара жатып, ұйып қалған қанды және жүнгіліге апаратын ізді тапты. Жолбарыстың ізіне түсіп келе жатқанда, оған қасына мылтық асынған 2 ауылдың жігіті қосылды. Белгілі болғандай, олар Корбетті ертіп жүруге ауыл әкімінен бұйрық алған екен. Бұл полковникке оңай қоймады. Өйткені ол ізбен жалғыз жүруге бел буған болатын. Аңшы шаруаларға жолбарысты үркітіп алмас үшін ауыр етіктерін шешіп тастауды бұйырды. 500 метрден аспай, Корбет жолбарысты құрбанын жеп жатқан жерінен үстінен түсті. Жолбарыс қызды қалай жұлып парша-паршасын шығарып жатқанын көргенде, полковник біраз әбігерге түсіп сасып қалды. Жолбарысты аңшыны байқады, бірақ ол жемтігін тастап қашып кетуге асықпаған болатын. Корбет мылтығын алды да, қолдарын сәл сермеп қос ауызбен жолбарысқа 2 оқ атты. Екеуі де тимей, жолбарыс қашып кетті. Полковник жолбарысты қумай, ертеңіне Чампа өзенінің шатқалында тұзақ ұйымдастыру үшін ауылға қайтуды ұйғарды. Жүздеген ер адам жүруге қиын жерлер мен шу шығара отырып, мылтық атып, жолбарысты Корбетке қарай қуалауға тырысты. Ал Корбет болса тасада тығылып жатты. Жолбарыс бұл тұзаққа түсті. Түске таман полковник жолбарысты атып өлтірді. Аңшының алғашқы оқтары жолбарыстың кеудесі мен иығына тисе, соңғы оқ оның аяғына тиіпті. Ағылшын аңшысының батылдығы мен дәлдігі жолбарыстың қанды қорқынышын тоқтата алды. Соның арқасында адамдар енді тыныш ұйықтайтын болды. Корбеттің өзіне келетін болсақ, ол бүкіл өмірін адам жегіш аңдарды аулауға арнады. Бұл оны сол кездегі нағыз қаһарманға айналдырған болатын. Қымбатты көрермен, сіздер қалай ойлайсыздар? 436 адамның өмірін жалмаған бұл барысты атып өлтірген дұрыс болды ма? Немесе бейнероликтің басында айтып өткендей, жолбарысты атып азу тістерінен айырған адамдардың өздері кінәлі ме?